Сәлеметсіздер ме оқушылар? Химия сабағына қош келдіңіздер. Химия 9-шы сынып көмірсутектер бөлімі. Балалар, сабағымызды бастамас бұрын сіздерге мынандай сұрақ қойғым келіп отыр. Мына қосылыстардың қандай ұқсастықтары және қандай айырмашылықтары бар? Дұрыс айтасыздар балалар. Бұл жерде барлық қосылыстар көміртек және сутек атомдарынан тұрады. Ал айырмашылығы бірінші және үшінші қосылыстардағы көміртек пен сутек атомдары бір-бірімен қос байланыстар арқылы байланыста, ал екінші және төртінші қосылыстардағы көміртек пен сутек атомдары бір-бірімен дара байланыстар арқылы байланысқан. Яғни бүгін біз құрамында тек дара байланыстары бар қаныққан көмірсутектер, алкандар туралы қарастыратын боламыз. Оқу мақсаты алкандардың химиялық қасиеттерін сипаттау және оны реакция теңдеулерімен дәлелдеу, еріткіштерді алу үшін алкандарды хлорлаудың маңызы мен бұл еріткіштердің қауіптілік дәрежесін түсіндіру. Балалар, біз бұрын алкандар туралы естідік пе? Дұрыс айтасыздар. Өткен тақырыптарда көмірсутектер қаныққан, қанықпаған, ароматты болып үш топқа жіктелетінін, соның ішінде қаныққан көмірсутектердің өзі алкандар, циклоалкандар болып, екі топқа жіктелетіні туралы айтқан болатынбыз. Алкандар немесе парафиндер. Алкандар дегеніміз көміртектің барлық атомдары дара сигма байланыспен байланысқан, жалпы формуласы CN H2N плюс 2 болатын көмірсутектерді айтамыз. Алкандардың гомологтық қатары. Алкандардың алғашқы мүшесі метан деп аталатындықтан, кейде бұны метанның гомологтық қатары деп те атайды. CH4 метан, C2H6 этан, C3H8 пропан, C4H10 бутан, C5H12 пентан, C6H14 гексан, C7H16 гептан, C8H18 октан, C9H20 нонан, C10H22 декан. Балалар, яғни алкандар барлығы ан жұрнағымен аяқталады екен. Гомологтар дегеніміз құрылысы мен қасиеті ұқсас бір немесе бірнеше CH2 тобына айырмасы бар жалпы формуласы бірдей заттарды айтамыз. Алкандардың екінші мүшесі алдындағы мүшесінен CH2 тобына айырмашылық жасайды. Яғни, бұл заттардың барлығын біз гомологтар деп айтады екенбіз. Метанның құрылысы. Метан бір атом көміртектен және 4 атом сутектен тұрады. Көміртек пен сутек атомдары бір-бірімен дара байланыстар арқылы байланысқан. Кез келген органикалық заттарда көміртек атомы 4 валенттілікті көрсетеді. Себебі қозған күйде көміртектің жұптаспаған 4 электроны бар. Осы жұптаспаған 4 электрон сутек атомдарымен байланысқа түседі. Алкандардың химиялық қасиеттері. Алкандар орын басу, айырылу, жану және изомерлену реакцияларына түседі. Алкандардың орын басу реакциясы жарықтың әсерінен сатылап жүзеге асады. Метанға хлорды қосамыз, хлор метан түзіледі. Осы түзілген хлор метанды тағы да хлормен әрекеттестірсек, нәтижесінде дихлор метан түзіледі. Осы түзілген дихлор метанды тағы да хлормен әрекеттестіреміз. Нәтижесінде трихлор метан түзіледі. Трихлор метанды
хлормен әрекеттестірсек, тетрахлор метан түзіледі. Балалар, байқасаңыздар, бізде алғашқы затымыз CH4 метан болған. Ал соңғы өніміміз С-хлор-4 тетрахлор метан. Яғни, бастапқы өнім метандағы барлық сутек атомдарының орнын хлор атомы толығымен басып алады. Осы қасиетіне байланысты бұл реакция теңдеуін орын басу реакциясы деп атайды. Алкандардың келесі қасиеті айырылу. Метанды айырамыз, нәтижесінде көміртек және екі атом сутек атомы түзіледі. Алкандардың жану реакциясы. Метанды жағамыз, нәтижесінде СО2 және 2 молекула H2O түзіледі. Балалар, осы жерден мынандай қорытынды шығаруға болады. Кез келген органикалық заттар жанған кезде көмірқышқыл газы және су түзіледі. Келесі алкандардың изомерлену реакциясы. Изомерлену реакциясы сусыз алюминий хлоридінің қатысында жүзеге асады. Пентанды алюминий хлоридінің қатысында изомерлейміз, нәтижесінде 2 метил бутан түзіледі. Алкандардың қолданылуы. Алкандар жанған кезде көп мөлшерде жылу бөлетіндіктен көп жағдайда отын ретінде қолданылады. Сондай-ақ каучук, резинге, басқа да органикалық заттар алуда қолданылады. Алкандардың галоген туындыларының қолданылуы. Хлор метан, газ тәріздес зат, сұйық күйге оңай айналады. Ол қайта буланғанда көп мөлшерде жылуды сіңіреді. Сондықтан тиген жерін түстетінін ескеру қажет. Осы қасиетіне байланысты хлор метанды тоңазытқыш жасауда қолданады. Дихлор метан жанғыш затқа жатпайды, бірақ жануды қолдайды. Трихлор метан және тетрахлор метан сұйық заттар. Олар жанып тұрған затты сумен сөндіруге болмайтын жағдайда қолданылады. Балалар, есте сақтаңыздар. Алканның туындыларының бәрі дерлік әртүрлі деңгейде улы заттар. Олар тіпті тері арқылы адам ағзасына өтеді. Тыныс жолдары арқылы барған заттар орталық нерв жүйесін, бауыр, бүйректі зақымдайды. Сондықтан бұл заттармен жұмыс істегенде барлық сақтық ережелерін есте ұстау қажет. Балалар, енді алған білімімізді қолдана отырып тапсырмалар орындайық. Бірінші тапсырма: алкандардың жалпы формуласын көрсетіңіз. Әрине балалар, бұл жерде бұл нұсқасы болады. CN H2N плюс 2. Бұл сұраққа барлықтарыңыз дұрыс жауап берсін деген ойдамын. Екінші тапсырма: пропанның жану реакциясын жазыңыз. Жарайсыздар балалар, тапсырманы орындап болсаңыздар, дұрыс нұсқасымен тексеріңіздер. С3H8 қосылған 5O2. Нәтижесінде 3CO2 және 4H2O түзіледі. Балалар, бұл жерде кез келген органикалық зат жанған кезде көмірқышқыл газы және су түзілетінін есте сақтаңыздар. Балалар, бүгінгі сабақта сіздер алкандардың химиялық қасиеттерін сипаттадыңыздар және оны реакция теңдеулерімен дәлелдей алдыңыздар. Еріткіштерді алу үшін алкандарды хлорлаудың маңызы мен бұл еріткіштердің қауіптілік дәрежесін түсіндіре алдыңыздар. Балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Бүгінгі сабаққа жетістік баспалдағы арқылы кері байланыс берсеңіздер. Рахмет балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар. Келесі сабақта кездескенше.